Альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Алла тағала осындай сіздерді жазып, нәсіп етіп, өзінің білімі тарқайтын, нұры жауатын орындардың біріне келуге жазған екен, нәсіп еткен екен. Көп-көп шүкір айтып қойыңыздар. Енді білесіздер ғой, бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келеді ғой, мынау Алланың үйлерінің бір үйінде зікір айтылса деп, ол жерге Алланың нұры жауады деп. Дәл сол сияқты бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір ерекше хадис, бір екі хадис айтып кетсем. Біріншісі, ол да бәріңіз білетін хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір әсіресе умраға барғанда айтылатын модный хадистер ғой. Мұсылман адам бір ағашқа ұқсайды, кім біледі деп сұрайды ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрма ағашын меңзеген екен ғой. Оның мағынасы сондай еді, ғалымдарымыз айтады, сол құрма ағашы сол заманда, өзінің заманында және өзінің орнында сол өлкеге өте пайдалы, яғни төбесінен тамырына шейін толығыменен халықтың қызметіне жарап кететін ағаш екен да. Оның мысалы тамырын шауып, жаңалдегі ыдыс аяқ жасайды, өзін діңін алып, ұстын жасап, үй тұрғызады, оның жемісін жейді, оны кептіріп жейді, жемісін сығып, сусын қылып ішеді, одан бөлек анау жапырақтары, оны майдалап, сабап тоқса кенеп қап сияқты жұмсақ болады екен әдемі. Оны жаңалдегі, немесе оны жаңалдегі бұтақтарын бірге қосып шиыршықтап жапса ши сияқты, ол да қызметі болады екен. Үйдің шатырының орнына да лаймен араластырып жапса, баяғы біздің қазақы үйлер білетін шығарсыздар, енді біразы білмейді ғой, жастар біразыңыз білетін шығарсыздар. Мынау Қоржынтам деген үй болатын, солардың төбесін қамыс қылып, төбесіне лай басып тастайтын. Міне соған ұқсайтын үйіне шейінде үйінің төбесі, яғни үйінің табаны, үйінің қабырғасы, үйінің төбесіне, ішіндегі жиһазына шейін сол құрмадан болатын. Тіпті ішіндегі тамағына шейін. Ойлаңызшы. Былай айтқанда түк еш нәрсесі қалмай кәдімгі пайдаланатын. Сол үшін ғалымдарымыз айтады, мұсылман адам құрма ағашына ұқсайды дегені, мұсылман адам өзінің қоғамға дәл сондай пайдасы тиетін адам дейді. Анау орыстың мақалындағыдай менің үйім анау шетте емес та, бәлки осы жалпы қоғамда қандай жұмыс болып жатыр, осы халықтың бір басы қосылған жер болса, сол жерде етене араласып, сол жерде қызмет қылатын, сол жерге еңбегі сіңетін адамды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен. Дәл сол туралы бір екі адам туралы мен мысал қылып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Сахи Бұхариде келеді, және де әшейін емес, тура білім бабында келетін хадис бар Сахи Бұхариде. Мынандай деп айтады, менің мысалым, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзін мысал қылып жатыр. Бейне бір төбелеріңнен, мынау төбеміздегі бұлт сияқты, кеше керемет жауған шығар, шымда. Бізде енді Кентауда нөсерлетіп жаңбыр жауды, енді ағызып кететіндей жауды, енді тауда мүлде керемет болды. Жалпы айтатыным, сол менің мысалым дейді, нөсерлеп жауған жаңбырға ұқсайды дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзін нөсер жаңбырға теңеп тұр. Кәдімгі өзінің білімін жерге түсіріп жатыр осылай. Содан айтады, содан су ағып өткен кезінде табаны қатты жерлер болады ғой, білесіз, саз жерлер. Халықта сөз бар, қазақта, қандай ерде бақ тұрады, қандай ерде бақ тұрады. Қазақша мақал білесіздер ма? Негізі түсінік сөйлеп жатырмын ба? Қай тілде сөйлеу керек? Қайратты ерде бақ тұрар дейді. Қатты жерде қақ тұрар деген сөзі. Қақ деген жауын шашынның суы ғой, қатып тұрады. Біз ойлаймыз ғой, саз жер, су сіңбейді, жаман жер деп. Жоқ, қателесесіз. Пайғамбарымыз сол жерді мақтайды ғой. Қақ жерлерге келіп сол қақ тұрады дейді.
содан халықтың барлығы пайда алады дейді. Қарасаңызшы, қандай? Қақтың өзінің пайдасы да қатты жердің асты сораң жер шығар, мүмкін саз шығар, су өтпейді да, жаңбыр келеді да тұрып қалады. Бірақ жауын бүкіл жануарлар келіп содан су ішеді. Адамдар келіп малын суарады, өздері су алады. Жан жағындағы әйтеуір баршасына пайдасы тиеді бәрібір. Халықта сол үшін айтады: ащы деп тұздан безбе, қатты деп достан безбе. Ащы болса тамағыңның, асыңның дәмін келтіреді, қатты болса өмірдің пайдасын келтіреді деп айтады. Яғни өмірдің бір қай жерде қандай пайдасы болатынын, дүниенің қай жерде керегі болатынын саған үйретеді деген сөз бар. Енді екі қатты адамда керек нәрсе тұрады негізі. Соның бір қаттысы, ол дүниені солай қатты қып ұстаған адамда дүние тұрады. Дәл сол сияқты ғалымдарымыз да білімнің жолын іздеген адамды да ашкөз деп айтатын. Ашкөздің ішінде білімге құмар адам болады. Кәдімгі ашкөз сияқты жинап қақ тұрған сияқты жаңағыдай білім жинайды. Бірақ әлбетте одан кейін сол жиған нәрсесін елге пайдасын тигізсе ғой. Құрметті жақсылар, ендеше осы бір нүктеден айтқым келгені, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты жерлерде су жиналып елге пайдасы тиеді деген мағыналардың бірін ғалым адамдар, фиқ үйретуші, елге білім үйретуші адамдар деп теңестірсе, кейбір ғалымдар, мынау бертін келгі ғалымдар бұны білім ордалары деп те теңестіреді. Міне, ендеше сол Алланың нұры жауып, сол жерге Алланың білімі жиналатын, елге пайдасын одан әрмен қарай тигізетін орталардың бірі, міне осындай орда сіз табаныңыз қазір тиіп отырған жер. Осы бір керемет Алланың нұры жиналатын, және де бүкіл қазақ халқына тарқалатын орында тұрсыздар. Осы орынға қызмет қылу, осы орынға бір қандай да бір пайдасы тию, бұл анау-мынау адамның мойнына жазбайды екен. Мен есімде 15-ші жылдары бізде медресе салып бітіріп жатырмыз. Сол кезде маған не деген жігіттер уәде беріп кетті. Ареке, Құда қаласа етіменен, суыменен, макароныменен, жаңа не дейді, басқасыменен деп Алла тағала өзі таңдайды екен ғой. Бірақ ше, сол медресеге кімнің пайдасы тиетінін сол айтқан жігіттердің біреуі де келе алмады. Бірінің де пайдасын өтпеді. Медресеге Алла тағала бұйыртпады. Сол жерде қазір мысалы мен қанша қарилар шығарып жатырмыз, басында тұрып куә болып жүрмін. Ұл қыздарымыз қанша жерлерге барып әйтеуір оқып қайтып келіп жатыр қазір. Солардың біреуі менің бір шәкіртіміз 10 қырағат егесі болып қайтып келді жақында. Бүкіл жинап әйтеуір былтыр алды, одан кейін оны сабақ беруін үйренді дегендей. Енді қараңызшы, ал бұл жер қанша жылдап қызмет қылады. Сол басымнан өткен нәрсені айтатыным ғой. Көп адамдар айта береді, бірақ Алла тағала ішінен таңдап пайдасын тигізетін адамды нәсіп етеді екен. Ал қалған адамдарды Алла тағала қаражатын басқа нәрсеге кетіреді. Мүмкін жақсы, мүмкін жаман. Бірақ дегенменен Алланың осындай нұры жауған жерге оның пайдасын тигіздіртпейді. Құдай сақтасын. Оның айтпағым, құрметті бауырлар, қалтаңызда мүмкін азды көпті тиын болар, жоқ жүрегіңізде ниет болар, қолыңызда күрек болар. Қандай да болса да медресеге бір қандай да пайдаңыз тигені, бұл Алланың сізге несібесі. Бұдан үлкен несібе, мен ойлаймын, бар шығар. Бірақ дегенмен бұл Алланың білімі үйретілетін, жай ғана білім емес, қазақтың даласындағы аналарымыз тәрбие алатын орын. Ойлаңызшы, жай ғана орын емес бұл жер. Әрбір осы жерден ұшқан қыз баласы Құда қаласа орнығып ұясын тапсын. Бір үйдің бекесі, бір үйдің шаңырағын тербетіп отырған мектебі. Отағасы далада жүреді, түзде жүреді, бірақ балаларына тым болмағанда баласына тәрбие береді.
өзінің ағайын туысына жиындарда тәрбие береді. Ертең үлкен қария болып қартайғанда бір әулет басқара алатындай үлкен әже менен апа болады. Соның біліміне себепкер болуды сіз қалар ма едіңіз? Сол білім ордасына Алланың білімі жай ғана да білім емес. Жай алып қашты өсек аян осы дүниенде, арғы дүниенде пайдасы жоқ небір нәрселер үйретіліп жатыр қазір. Ондай да емес, бәлки шынайы екі дүниесінің пайдасы үйретілетін. Ертең елімізде қызмет қылып, ана болатын, үлкен әже болатын ақжаулықты. Сондай орталыққа сіз келіп отырсыздар. Ендеше бір жүректеріңізден ниет қылсаңыздар екен, Аллахым, осы бір орталыққа да бір пайдам тисе екен. Өйткені сізді Алла тағала бір қандай да бір жолдарменен осында алып келді. Білмеймін оның себебін. Сіз келдіңіз. Бірақ жай ғана келіп кету бір бөлек. Келіп осы жерден жақсы ниет қылып кетудің өзі бөлек нәрсе. Ниеттің пайдасы өте зор, өте үлкен. Сөз соңында қорытардан бұрын бір ниет жайлы нүкте айтқым келеді. Ниет бұл барлық амалдың моторы ғой, дұрыс па? Сол үшін мұсылманның ниеті амалынан да абзал деп айтады. Ал мен оны ниетті былай түсіндірейінші, қарапайым тілде. Мысалы, сіз қазір шығып бір жерге барып, дүкенге кіріп, білмеймін енді, су сатып ала аласыз, дұрыс па? Бірақ оған не керек? Ниет керек, дұрыс па? Ниет керек, ниетсіз бармайсыз. Ал егер шын ниетіңіз болмаса, сіз бәр нәрсені сылтау қыласыз. Менің ақшам жоқ, белім ауырып тұр, ертең барам, сен бара сал, анау бара салсын, бірақ сіз бармайсыз. Енді осыдан кейінгі нүкте. Егер шынымен ниет болса, күн 40 градус суық болса да, сіз үстіңізге қалың киіп шығасыз. Жұмысқа қарай. Бірақ ол жұмыстың мақсатына, орнына қарай ниетіңіз болды ғой. Қараңызшы. Енді ниеттің одан да жоғарғысын айтайын. Бір жұмыс болды, бірақ 40 градус аяз болып тұр дала. Ертең де істеу мүмкіндігі, оның ар күнде істеу мүмкіндігі шығып тұрса, сіз ертеңге қалдыра саласыз, дұрыс па? Мен қоя тұрайыншы дейсіз. Ал бірақ ертеңге де қалмайтын мүмкіндік болса. Өйткені мүмкін сіз барам деген, апарам деген кірпішті басқа біреу алып кеп қояды. Мүмкін сіз көтерем деген күректі басқа біреу ұстап қояды. Мүмкін сіз бұл дүниеден өтіп те кетесіз. Әр іс өзінің пайдасына қарай болады, бағаланады. Ниетте солай екен. Ендеше сіздің ниетіңіз егер амалыңыздың қадірін білсе, сіз аязға да қарамайсыз. Басқаға да, жолдың ұзақтығына да қарамайсыз. Сіз барасыз, соны жасайсыз. Бұл қарапайым ниеттің күші. Бір қандай адам ниет қылса, соның түбіне жететіндігі. Құрметті бауырлар, өмірде бұндай ниеттер де, өмірдегі басымыздан өтіп жатқан, анау адам атадан бастап, беркіндегі өмірге шейінгі мысалдар өте көп, өз басыңыздан да нешеу өтті. Қорытып айтпағым, құрметті бауырлар, сіздер мынау көріп жатқан орында 300-дің үстінде қыз балаларымыз тәрбие алады. Білім оқиды. Осылар діни тәрбие алып еліне барады. Қызмет қылады. Қызметке бара алмағанының өзі бір үйдің балаларын тәрбиелейді. Ол бір үйдің баласының тәрбиесімен ғана бітпейді. Ертең Алла ол кісіге өмір берсе, тіпті бір әулеттің апасына айналады. Бір әулетке, сіздің осы жерге берген бір кірпішіңіз, бір әулетке сөз айта алатын ананың сондай білім, Алланы тануына себепкер боласыз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: сенің қолыңда бір адамның иманға келгені оң қолыңа күнді, сол қолыңа айды қойғаннан да абзал дейді. Ендеше қыз баланың тәрбиесіне Аллахым сізді осы жерге әкеліп, осындай бір әртүрлі себептермен бір иық тіресіп дастархандас болуды нәсіп еткен екен.
осындай несібеден құр қалып кетуді мен сіздерге қаламас едім. Алла разы болсын.